Саламатсыздар балалар, бүгін 72-ші сабақ. 32 көбейту 2, 320 көбейту 2, 32 көбейту 20 түрінде көбейту тәсілдері тақырып сабақтың. Бірінші есеп көбейткіш, яғни қосындылардың мәнін көбейткішке көбейтіп шығамыз. Бұл жерде 22-ні 4-ке көбейтеміз, 88, 240-ды 2-ке көбейтеміз, 480, 3-ті көбейтеміз 310-ға, 930, 3-ті көбейтеміз 32-ке, 96. Келесі, бірінші бағандағы мысалдар қалай шығарылғандығын түсіндір. Осы біліміңді қолдана отырып, екінші бағандағы мысалдарды қалай шығаруға болады. Енді бұл жерде нөлдер ауысып келген. Бірінші бағандағы есептің мәні 72, екіншісі 720, үшіншісі 720. Бұл жерде мына екі бағандағы есептің нөлдері ауысып келген. Бұл жерде 300 болса 30, мына жерде 60 болса, мына жерде 6. Яғни, келесі есептің мәні 72, 720, келесі есептің мәні 720. Келесі, үшінші тапсырмаға өтетін болсақ, екінші тапсырманың әсі. Сіздерге есептің тек мәнін айта кетейін. Бірінші 23-ті 2-ке көбейтеміз. 46, екіншісі 460. Бұл жерде нөлдер ауысып келген. Мына жерде 230 болса 23. Мына нөліміз бізде 2-нің артына түсіп тұр екінші есепте. Келесі 68, 680. Тек есептің сандары өзгеріп келіп отыр. 390 және 390. Келесі 48, 480. Келесі 480. Үшінші тапсырма, есептерді шығар. Бақ пен гүлзарды безендіру үшін шеберлер бір айдың ішінде 20 кішкентай мүсін және 3 қыш құмыра жасайды. Шеберлер 3 айдың ішінде барлығы қанша бұйым жасап шығарады? Бірінші, 20-ға 3-ті қосамыз. 20 қосу 3 тең 23. Барлығы бір айдың ішінде 23 бұйым жасаған. Енді 3 айда енді 23-ті көбейтеміз, 3 айға тең болады 69. Демек, 3 айдың ішінде 69 бұйым жасап шығарған екен. Келесі тапсырма. Саябақты көгалдандыру үшін әрқайсысында 21 адамнан 3 бригада және тағы да осында 2 бригада жұмыс істеді. Барлық бригада қанша адам жұмыс істеді? Енді бұл жерде біз бригаданың санын қосып аламыз. 3-ке қосамыз 2-ні тең 5. Барлығы бізде 5 бригада жұмыс істеген. Енді әр бригаданың адамын 5 бригадаға көбейтеміз. Әр адамды көбейтеміз 5-ке тең болады 105. Яғни бізде барлық бригадада 105 адам жұмыс істеген екен. Келесі, кестені қолдана отырып, тура теңдіктер мен теңсіздіктер құрастыр. 32-ні 2-ке көбейтеміз. 64, 373, 600, келесі 80, 300, 600, 135. Енді осы теңдіктерге қарап, өзіміз тура теңсіздіктер және теңдіктер құрастырамыз. Егерде біз мына 333 пен 600-ді салыстыратын болсақ, бізде әрине 600 көп деген сөз. Енді 373 пен 135 салыстыратын болсақ, яғни 373 көп. Осылай тағы да қалған екі теңсіздікті өзіміз құрастырамыз. Келесі, 5-ші есептің тек мәнін айта кетейін.
Бұл жерде 80. Өте оңай. Қосу, көбейту амалдары берілген. Келесі 600. Келесі 420. 420. Келесі 560. Келесі 700. Келесі 280. Келесі 320. Келесі 720. Келесі тапсырма. Әр өрнекті шығарудың тиімді тәсілін тап. 6-шы тапсырма. Сіздерге теңін айта кетейін. 9-ға 1-ді қосамыз 10, 10-ды 40-қа көбейтеміз. 400. Өте оңай қосу және көбейту амалдары берілген бұл жерде де. Екінші есептің мәні. 2-ге 5 қосамыз 7, 7-ні 30-ға көбейтеміз 210. Келесі 360. Келесі 720. Бірінші жақшан үшін орындаймыз. Келесі 70. Келесі 400. Әр бағанның өрнектерін салыстыр. Бағандар қалай құрастырылғандығын түсіндір. 60-ты 2-ге көбейтеміз. 120. 120. 120-ны 60-ға бөлеміз. 2. 120-ны 2-ге бөлеміз. 60. Мына жер 900. 900. Келесі 900-ді 300-ге бөлеміз. 3. 900-ді 3-ге бөлсек 300. Енді тең болады 80. 2-ні көбейтеміз 40-қа. Тең болады 80. Енді 80-ді бөлеміз 40-қа. Тең болады 2. 80-ді бөлеміз 2-ге. Тең болады 40. Соңғы есепті дәл осылай қылып шығарамыз. Тең болады 400. Келесі тапсырма. Өрнектерді баған түрінде жазып, оларды есепте. Сіздер үйде 456 қосу 235 деп баған түрінде жазасыздар. Сіздерге тек есептің мәнін айта кетейін. 691, 691, 637, 88, 440. Келесі 1000 болады. Келесі 758, келесі 201, келесі 575. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.